Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі таңдағы өте танымал және трендті жүрген мадлен печеньясын бірге дайындаймыз. Бұл өте оңай және құрамындағы заттар өте қолжетімді. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет. Үстіне қант қосып жақсылап миксердің көмегімен 5 минут көпіргенше соғамыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Одан кейін үстіне лимонның қабығын өткіземіз. Қалауларыңыз бойынша бұны қоспауға да болады. Одан кейін үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосамыз. Және илеуіштің көмегімен ұнымызды жақсылап илеп, ұнымызды қосамыз. Достар, менің каналымда өте көп пайдалы рецепттер бар. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Және үстіне біз ерітілген сары майды қосып, суытып, жақсылап араластырамыз. Бұл печеньеға арнайы силиконды формалар қажет. Мен оны кондитерлік дүкеннен 700-800 теңгеге сатып алдым. Осылай қамырымызды кондитерлік мешокқа салып жасауға болады, немесе қасықтың көмегімен де салуға болады. Мен силикондарымыз дайын. Бұның үстіне мен кішкене сары май жақтым. Печеньеміз оңай алынатындай. Және 170 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын. Өте жеңіл алынады формамыздан. Егер де бұл рецепт сіздерге ұнап жатса, комментарий бөліміне кіріп, комментарий қалдыруларыңызға болады. Енді бұл печеньенің сыртқы бетін біз шоколадпен қаптаймыз. Мен осындай шоколад алдым кондитерлік дүкеннен. Мұнда 200 грамм жартысын салып, микроволновкада қыздырып аламыз ерігенше. Осы рецептпен 27 дана печенье шығады, және осы 200 грамм шоколадтың барлығы кетеді. Шоколадымызды кондитерлік мешоктың көмегімен осылай жақсылап жағып аламыз шектеріне. Және тоңазытқышқа дайын болғаннан кейін үстіне печеньемізді орналастырып, тоңазытқышқа апарамыз. Менде жалпы 27 дана печенье шықты бұл рецептпен. Отбасыларыңызға қуантып, бірге дайындауларыңызға болады. Егер де менің каналым ұнап жатса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі қызықты, пайдалы рецепттер көп болады. Міне өте дәмді және өте оңай печенье біздің дайын. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі көріскенше.